Баршаңызға сәлем достар, Келін Камайра оқылам парақшасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз өте дәмді әрі жұмсақ, өте әдемі көрінетін капкейк әзірлемекпіз. Ол үшін бізге керекті заттар май, жұмыртқа, ванилин, разрыхлитель, шекер, сүт және де ұн қажет болады. Бүгін мен өте көп мөлшерде алдым, өйткені 7 порция жасамақпын. Мен астына описанияға бір порцияның рецептісін жазып қоямын. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін үстіне ванилинімізді саламыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Және де жұмыртқалардың барлығын бөліп салатын боламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, тағы миксерлейміз. Енді ұнымызды електен өткізіп, осылай салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қалыпқа осылай құйып шығамыз. Арнайы капкейктің ыдысына құятын боламыз. Болмаса, кекстің ыдысына құя берсеңіздер болады. Мінекей бізде 7 порциядан осындай 70 штуктан аса шықты. Енді бетін әсемдеуге кірісеміз. Әсемдеу өз қалауларынша болады. Мен осылай 3 бояумен осылай әсемдедім. Кремнің бетін шоколадпен немесе фруктымен әсемдеуге болады. Мен осылай шоколадпен әсемдедім және де конфетиктерді септім. Мінекей біздің капкейкіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады.